Тек қана бір адамның қарары бүткіл аймақларды харекетке келтіретұғын арқа даласын көз алдыңызға келтірің. Бұл адам Тун Ябғу қаған еді. Оның билігі диуаллар менен емес, ал жоллар менен өлшенетұғын еді. Ол ихрамлар құрмады, бірақ Суяб һәм Қара теңіз арасындағы көрінбес көпірді түзе алды. Бұл жерде каруанлардың кесіліспесінде саудагерлер 5 тілде, ауа дәл 5 тілде сөйлесер, қағанның бармаларын болса пайда үшін аудармашсыз ғана түсінетұғын еді. Оның ауқамласылары өзгеріп тұрған менен де мақсет сол еді. Яғни, әрбір каруан көлеңкесі табыз, абырай һәм тәртіпті аңлату керек еді. Оның оқты бір садақ жібіне тартатуындай етіп кім бірлестіре алды. Жуапты доңлар тармағында, сахи зияпатларда соғыт қолы менен жазылған һәм дала күші менен тастиқланған шартнамалардан табылады. Егер көшпелілер құдіреті қалай тәртіп архитектурасына айланғаны хақында түсінік пайда етпекші болсаңыз, оның ізінен барың. Яғни, бүгінгі видео сізді оның хакимиятының барлық жоллары бойлап саяхатқа шарлайды. Демек, бүгін дыққат этибарымыз орайында Тун Ябғу қаған. Егер жайхунның білім суына сүңгуге таяр болсаңыз, біз басладық. 7-ші ғасырдың 620 жылларында батыс түрк қағанлығын басқарған Тун Ябғу қаған батыс түрклер хакимияты ең жоғары шоққысына жеткен Ашина династиясының басшысы сипатында тарихқа кірді. Ол алдыңғы қаған Шигуйдің ең жақын атрапынан шыққан болып, хакимиятты қолға алғанда тек қана әскери күшті емес, ал даладағы көшпелі бірлеспелерді жібек аймағы қалалары менен байланыстыратұғын тән алулар, ауқамлар һәмде шартнамалар тармағында мирас етіп алды. Оның хүкімдарлық дәуірі әдетте шамамен 618 һәм 628 яки болмасам 630 жыллар менен белгіленеді. Бұл хархилы жазу дәстүрлеріндегі айырмашылықтар себеплі жүз берген, бірақ бұл мәністі өзгертпейді. Яғни, тап сол дәуірде батыс түрк мемлекеті шығыста Жетісу һәмде Тарим хауызінен, батыста болса Каспий бойы һәмде Кавказға шекемгі аймақты қадағалаған. Оның хүкімдары болса Сасанилер Ираны һәмде Шығыс Рим империясы іслеріне батыллықпенен араласқан. Сонда айтып өтуіміз керек, бұл мемлекеттің көлемін түсіну үшін қаған қарарғақлары һәмде ойпатлығы бойлап созылғанын, орайлық қарарғақ Суябта жайласқанын еслеудің өзі жеткілікті. Суяб тек қана көшпелілер мәканы емес, ал халықаралық сауда орайы һәм көптілі қала мәдениетіне ие орын еді. Бұл жерде соғыт саудагерлері, түрк сүйеклері, буддизм һәм христиан дінінің үгіт насихатшылары, Иран өнерметлері ұшырасатұғын еді. Суяб һәм қоңсылас қалалардың археологиялық қатламлары бір уақыттың өзінде бірнеше діни дәстүрлер һәм өнерменшілік мектеплерінің ізін көрсетеді. Бұл қағанлықта қандайда бір мемлекетліктің бар екенлігін аңлатпайды. Керісінше үкімдар қатламның тәңіршілік сенімі тек арғы орын тұтқан. Сарайдағы діни әртүрлілік болса, ұлы жібек жолындағы жайласу һәмде сауда һәм дипломатия мәплер жолында жүргізілген кеңпейілік сиясатының нәтижесі еді. Тун Ябғу дәуірінде қағанлықтың жәмиетлік һәмде сияси түзілісі бір-бірін толықтыратұғын екі механизмге текарланған еді. Біріншісі далаға тән болып әскери күшлер һәм үкімдардың қауым ақсүйеклері менен жеке байланыстарына сүйенетұғын еді. Екіншісі қалалы болып оазислерді олардың диханшылығы, өнерменшілігі һәмде башқаны дараматлары менен қадағалауға бағдарланған еді. Батыс түрік конфедерациясы сол уақытқа келіп 10 оқ атыменен белгілі болып, бұл екі қанатқа бірлестірілген 10 руды аңлататұғын еді. Дулу һәм Нушиби. Бұл қанатлар апайы хакімшілік бірліклер емес, ал
түрлі аймақлар елатлары һәм түрлі әскери қанигелікке ие көшпелі жәмәтлер арасындағы күш тең салмақлылығын сәулелендірген. Туньябғудың сияси шеберлігі сонда еді, ол ауқамды ешбір блокқа да өзінің жеке мүлкіне айландыруға жол қоймай, олар арасындағы тең салмақлылықты сақлап қалуға ерісті. Бұған кадрларды тайынлау, сауғалар, неке арқылы туысқанлық байланыстары, сондай-ақ Тудунлар институты, Ахметлі қалалар һәм қауым ауқамларында қағанның арнаулы уәкіллері қызмет еткен. Тудунлар бажы жинап, тәртіпті бақылап, елшілерді қабыл еткен, яғни көшпелі хакимиятты қала басқаруменен байланыстырған. Сауда-саттық һәм жазбаларда дәл-дәл, көбінесе дипломатиялық сөйлесулерде аудармашы қызметін атқарған соғдылар шешуші рөл ойнаған. Олардың мәплері қағанның мәплеріменен сәйкес келетұғын еді. Жолардың қауіпсізлігі һәм сауда-саттықтың еркінлігі барлық қатынасушыларға пайда келтіретұғын еді. Оның хакимиятының экономикалық өлшемі тек арнаны Трансазия жолларын қадағалау менен белгіленетұғын еді. Товарлар, жібек, татымлар, металлар, жоғары өнерменшілік бұйымлары ағымы, мағлумат, сауғалар һәм дипломатиялық байланыстар ағымын аңлатады. Қаған қараргахы бұны тек күшпенен ғана емес, ал тәртіппенен де пайдалануды білетұғын еді. Тікелей әскери басқару орнына Тудунлар арқалы оазислерге жұмсақ тәсір өткеру қажеттіліктерді азайтып, жергілікті элитаның садықлығын сақлап қалу имканиятын береді. Олар төлемлер һәм қағанлықтың сыртқы сиясатында қатынасу есабына қорғау алатұғын еді. Жәмиеттің көшпелі бөлімінде қаған хакимияты дәслепкі түрк дүниясы үшін дәстүри болған атақ һәм де қажеттілер системасына текарланған еді. Бұнда қаған жоғары хүкімдарды, ябғу болса жоғары удел атағы менен, соның менен бірге жеке атақ элементін аңлатқан. Бұның артында дейханшылық мәнісіндегі рәсми бюрократия емес, ал харизма һәм жүріслердегі табыслар менен бекемленген әскери һәм ру ақсүйеклерінің иерархиясы тұратұғын еді. Туньябғудың сыртқы сиясаты мақсетлердің анықлығы һәм құраллардың бейімлесушеңлігі менен ажыралып тұратұғын еді. Батыста ол император Ираклий менен ауқам түзіп, Сасанилер Иранына қарсы тұрды. Кавказдағы біргеліктегі харекетлер 620 жыллардың ақырында Тбилисидің қамал етілуі түркі күшілер ұлы мемлекетлер жәнжелінде үшінші төреші рөлін атқару мүмкін екенлігін көрсетіп берді. Әрқилы жылнамалардағы атлар һәмде түсіндірмелер әрқилы. Бұл атақлардың аудармалары һәм сарай жазу дәстүрлерінің өзіне тәнлігіменен байланыслы. Бірақ ұлыма көрініс гумансыз. Батыс түрклер ромейлерменен біргелікте парслардың Иберия һәм Кавказарды үстінен қадағалау системасын бұзып, сауда һәм саяси ағымларды өз мәпіне бағдарлады. Құбла шығысты Туньябғу хүкімдарлықты Тоқарстанға жайды. Ол жерде Түркия хакимият пост-эфталилер орталығында Ябғу деп аталған өз найбларын дайынлау һәмде жергілікті князліклерге сүйену арқалы рәсмилестірілді. Бұл қағанлыққа, бактерияға, окстың жоғарғы ағысына һәмде Хиндикуш тау жолларына, яғни Орта Азияның Хинд ярыматауы менен байланыстыратын жолларға шығу мүмкіншілігін берді. Сондай-ақ шығыста қағанлықтың тәсірі Турфан һәмде Гаучан оазислер шекем жетіп барды. Бұл жерде ең ахметлісі халық жайласушыны басып алу емес, ал бажылар һәмде каруан қауіпсіздігін қадағалау еді. Туньябғу хүкімдарлығының мәдени көрінісі көп қатламлы еді. Қаған атрапындағылар таңыр һәмде даланың әскери мұхаддислігі сенімлерін сақлап қалған болса да, қараргах атрапында буддизм бадатханалары, христиан, яғни нестариян жәмиетлері һәмде сауда диаспораларының зардуштилік бадатханалары жұмсалып бару мүмкін еді. Жетісу сарайы һәм қалалары түрки ақсүйеклердің соғыт жазуы, Иран шеңберіндегі дипломатиялық сөзлер, Византия дипломатиясының грек ұсылы, сондай-ақ Тоқарстан арқалы кіріп келген хин һәмде тоқар тәсірлері менен дусласатұғын
майданға айланған еді. Бұл соңғы орта әсірлердегі көп миллетлі империя емес, ал мәдениетлар арасындағы далдашылық орнынан пайдаланған сенімлі һәм шебер конфедерация еді. Туньябғудың набыт болуы бүткіл бір системаға соққы болды. Деректерге бола бұл уақия 620 һәм 630 жылдар аралығында жүз берген һәм сарай төңкерісіменен байланыслы болып, нәтижеде көрілмеген қарама-қарсылықтарды жүзеге шығарды. Долу һәм Нушиби қанатлары арасындағы бәсеке ашық қарама-қарсылыққа айланады. Атаққа даугерлер түрлі қауым топарлары һәм сыртқы қорғаушыларға сүйене бастады. Шеттегі мүліктер, әсіресе қала оазислері жаңа қорғану іздеп һәр түрлі жолларды қолдана бастады. Бұндай жағдайда қағанлық тез арада бұрынғы шөркемескенлігін жоғалтты һәм кейінгі 10 жылдықтарда батыс түрік даугерлерін жеңіп, олардың аймақтарының үлкен бөлегін өз басқару системасына кіргізуге еріскен Тан Қытайдың барған сайын күшейіп бара тұрған басым астында қалды. Туньябғудан кейін батыс түрік қағанлығы тарихы жалғыз орайдың бөлшекленуі һәм аймақлық күштер бәсекелесуінің тарихына айланды. Оның дәуірінде болса, ол қала құдіреті һәм қала мәдениетінің сирек ұшырасатығын үйлесімі тарихы болған еді. Туньябғу дәуіріндегі батыс түрік қағанлығы шөл конфедерациясы һәмде жіпек оазислерінің қалалық инфраструктурасы арасындағы құрамалы байланысқа текарланған болып, дәл осы екі системаны бір-біріне сәйкеслестіруге болған қабілет оның хакимиятының тұрақтылығын тәмелеп берген. Ішкі түзіліс болса, аухамлар аухамынан барат еді. Яғни, дәстүри түрде 10 оқ деп аталатын 10 ірі бірлеспе шеп һәм 10 қанатқа бөлінген еді. Бұнда һәр бір қанаттың өз ақсүйеклері, көшу бағдарлары және де сауда һәм әскери әрекетлердегі мәплері сәулеленген һәм бар еді. Қағанның вазипасы болса, олардың автономиясын бастыру емес, ал сауғалар, hürmet, izzet, неке ауқамлары һәмде әскери олжаларды бөлістіру арқылы оларды ұлыма ел шеңберінде ұстап тұру еді. Яғни, хүкімдардың жеке харизмасы құт, яғни аспанның мархаматы һәмде бақты сипатында түсінілген. Бұл жеңіслер һәмде сақилық пенен тасиқланатығын еді. Бірақ мұқаддес қабық артында басқарудың бүткілей ақылға муапық ұсылы жасырынған еді. Қағанның дала орайын қала түйінлері менен байланыстыратығын сенімлі адамлар һәмде найыпларда бар еді. Тегарғы шақсылар қатарына төментегілер кірді. Сауда орайлары һәмде қауым ауғамларында тәртіп, бажы жинау һәм елшілерді қабыл етуді қадағалаушы уәкілдер, шадлар һәм ябғулар, шекара аймақтарындағы династия уәкілдері болып, олар орынбасар һәмде саркарда вазипасын атқарған. Тархалар һәмде бегілер, сәферберлік көткерілетіғын әскери һәмде ру ақсүйеклері. Бұл буынлар ауыр диханшылық бюрократиясыз, бірақ вазипалардың анық бөлістірілуі менен икімлі иерархияны пайда еткен. Дала компоненті әскери күш һәмде каруанлардың қорғануын, қала компоненті болса дарамат, өнерменшілік мағлумат һәмде дипломатиялық байланыстарды тәминлеген. Хуқ системасы династияның мәртебесін, сауғалар тәртібін, ауқамласлардың міннетлемелерін, зорлық һәмде тынышлықтың рұқсат етілген түрлерін беккемлеуші, тору, үрпәдетлер һәмде қағидалар жинағына текарланған. Ең ахметлі қарарлар ақсүйеклер һәмде жақынлардың кеңеслерінде қабыл етілген. Бұл жерде әрбір абырайлы топар өз мәплері есапқа алынғанын көрсетуге ұмтылған. Қағанлық хакимияты элиталардың бәсексін біргеліктегі әрекетке айландыру оқыплылығы сипатында көрінген. Мирас қалдыру дәстүрге көре қатаң қызықлы болмаған. Жоғары хакимиятқа болған құқ, жаз, қызметлер һәмде қолап қуатлау функциясы сипатында қабыл етілген. Бұл тынышшыларда келісімге імкан берген, дағдарысларда болса жәнжелерді келтіріп шығарған. Дәл сол себеплі күшлі хүкімдар дәуірінде конфедерация бір бүтін организм сияқлы көрінген. Орай әлсіреген уақытта болса қанатлар арасында тақтлар ұрысы басланып, бұны хүкімдар тірлігінде ақ нәзік кадрлар саясаты һәм уәкілліклі уәкілдерді алмастыру арқылы алдын алуға тура келген. Туньябғу дәуіріндегі қағанлық экономикасы жоллар экономикасы еді. Жоллар тек жібек һәм сауғалар емес, ал қадағалау құралында берген. Бажылар мұғдарын белгілеу, қауіпсіздікті тәминлеу һәмде жәнжелерді шешу құқын тәминлеген. Бажғана амелияты тамға, яғни мөр белгілі бір уақыттың өзінде
фискал тәртіп арқылы белгіленген. Бұның нәтижесінде товарлар харакеті юридикалық тізімге ие болған. Жетісу қалалары hamde шуй ойпатлығы бойлап каруанлар талабына бағдарланған өнерменшілік ұстаханалары hamde базарлар, металға іслеу беру, тері hamde тоқмашылық, сүйекке іслеу беру, ат саудасы жұмысын давам еттірген. Отырықшы орайлар тікелей уәлаятларға айланбаған. Олардың элиталары ғаресізлікті сақлап қалған, бірақ олардың төбесінде тутунлар hamde дружиналардан әбарат түркі үст құрылма болып, бұл тұрақлылықты тәмелеген хам айланыс қарежетлерін азайтқан. Көшпелілердің маусымлік циклы қыслау hamde жазғы жайлаулар арасындағы көшеулер қалалардың мәплеріне сәйкеслестірілген. Шаруамалары hamde қайта іслеу өнімлерінің бір бөлегі базарға бағдарланған. Қала болса өнерменшілік, металл, нәсік бұйымлар hamde ең әхметлісі мағлумат пенен тәмеленген. Мағлумат ағымлары бір уақыттың өзінде бірнеше тілде әмелге асырылған. Дала ақсүйеклері арасында Түркия сауда орталығында соғыт, дипломатияда шығыс бағдарларда Қытай, батыс бағдарда грек hamde орта парсы тілдері қолданылған. Түрк сарайындағы жазу еле архон жазулары дәуіріндегіде ахметлі рөл атқармаған. Сондықтан соғыт жәмәтлерінен келген дәлдәлші аудармашылар hamde хаткерлер бұл экономиканың текарғы техникалық қызметкерлер есапланған. Әскери шөлкемлестіру далаға тән принциплер hamde сауда жолларын қорғау талапларын үйлестірген. Текарын атлы әскер құраған ұзақ аралықларға рейд жасай алатығын жеңіл оқшылардан баслап, елшілер hamde каруаларға жолдаслық ететіғын, бойсынбағаларды жазалайтығын, ауыр құраллаған дружиналарға шекем. Әскери тәртіп тек қана жазалар арқалы емес, ал ол жаны бөлістіру hamde жәмиетлік даңқ арқалы да тәмеленген. Түрк ақсүйеклер үшін қағанның көзге көрінетіғын жомартлығы, зияпатлар, сауғалар, інамлар хам хашемет емес, ал кері байланыс механизмі еді. Жомарт емес дауысларды жоғалтады. Жомарт болса, жеге табысты жәмәтлік садықлыққа айландырады. Дәл сол себеплі көшпелілердің арнамсы экономикасы хам қалалардың шартнама экономикасы бір ноқатта ұшырасатығын еді. Екеуде тұрақлылықты талап ететіғын еді. Греулер хам неке ауқамлары институты да ұсыған алып келген. Ақсүйеклердің ұллары сарайда тәрбиеланған. Рулар hamde диаспоралар арасындағы некелері болса, сенім байланыстарын бекемлеген. Соғдилер айрықша орын тұтқан. Олар тек қана саудагерлер емес, ал шөлкемлестірушілер де еді. Есап кітапты білер, шартнамалар дүзер, қоңсы мемлекеттердің сарай мәресімлерінен хабардар еді. Туньябғу сарайында олар даланың әскери күшіменен қалалардың қаржылық әмелияты арасында байланыстырушы уазипаны атқарған. Бірақ Түркия ақсүйеклерде бейпаруа емес еді. Қанат басшылар үшін жеке табыслар, бұйыртпашылар және де базарларға шығу жоллары бірқанша ахметлі еді. Сол себеплі асулар, су дереклері, жайлау жоллары hamde дариялардағы көпірлерді қадағалауға әтібар қаратылған. Бұл ноқатлар тәсір өткерудің табиғи құралларына айланған еді. Қаған келісім бұзылу қаупі туылғанда араласқан. Дудунларды алмастырған, бажы үлеслерін қайта бөлістірген, бәсекелесу күшін әскери жеңіске бағдарлау үшін біргеліктегі жүріслерді баслаған. Қағанлықтың финансы тек талантараж хам салықлардан барат болмаған. Дұрыс, салық hamde сауғалар әсіресе бағынышлы князлар, қадыратлар hamde көп адамлар менен садықлығын тасиқлаған батыс шекараларда ахметлі орын тұтқан. Бірақ барлық есап кітаплардың текарын товарлар харекетінен келетуғын тұрақлы дараматлар құраған. Қалалардың жергілікті зарплары дәстүрі ауырлық өлшемлері hamde ұсуларын сақлап қалған. Түркия хакимият болса, әдетте бар пұл әмелиятын бұзбастан оған бажы hamde шақсылар үстінен қадағалау орнату арқалы бейімлесуді мақұл көрген. Бұл жат басқару шығынларынан қашу hamde әлдеқашан істеп тұрған системалардың өз мәплері жолында пайдалану имканиятын берген. Қағанлыққа саудагер көзіменен қаралса, ол ең дәслеп кепілленген өту жолы, таныс тарифлер жинағы hamde мұражат ету мүмкін болған хакімді көреді. Дала жолбашысы көз қарасынан болса, ол абырайын арттыратығын сауғалар, даңқ атақ, құрал жарақ hamde сирек ұшырасатығын бұйымлар
қалар дерегі болып көрінеді. Ұлым алғанда бұл тәртіп пайдасын беретұғын еді. Бұнсыз ауғам 10 жылда жасай алмас еді. Идеологиялық шақтан Туньябғу үкімдарлығы мұқаддес вертикалы һәм көптілі дүнияның прагматикасы арасындағы тең салмақлылықты сақлап қалды. Маресім дәрежесінде қағанның аспаны һәмде ата-бабалар менен байланысты атап өтілген болса, әмели жақтан қалалардағы харқилы сенім һәмде үрпәдетлерге егер олар қауіпсізлік һәмде дараматларға зиян келтірмесе кеңпейілдік көрсетілді. Буддизм, зардуштилік һәмде христианлық жәмәтлері бір қалада қатар жасай алатұғын еді. Сарай үшін бұл діни саясат үшін емес, ал сауда орайының белсенділігі көрсеткіші еді. Бұл ортада Түркия элита дипломатия көнлік белерін, қала элиталары болса, қала күшлері тілі һәмде олардың күтулерін өздестірді. Нәтижеде конфедерация көп миллетлі империяға сіңісіп кетпеді. Сап көшпелі де болып қалмады. Ол товарлар, елшілер һәмде идеялар өтетұғын көпірге айланды һәм бұл көпір іслеп тұрғанда, он оқ жалғыз жайға байланысқан қалды. Туньябғу қағанның ұрыслары һәм дипломатиясы үш жөнеліс, яғни Кавказ, Тоқарстан һәм Жібек жолының шығыс оазислері арқалы айқын көрінеді. Бірақ олардың әр бірінің артында бір қилы логика жататұғын еді. Жоллар қауіпсізлігі, сауда тамсыларын қайта бөлістіру һәм қағанатты қоңсы мемлекетлер үшін мәжбүри ауқамласқа айландыру. Әскери жақтан бұл тез атлы харекетлер ауқамласлар жәрдемінде ұзақ қамалар алып бару қабілеті һәм бойсынбағыларға аяусыз жаза көрсетуді аңлататұғын еді. Сондай-ақ дипломатиялық тарептен болса, неке ауқамларының ойыны гіреуге алынғанларды алмастыру және де атақлар һәм елшілерді сауға ету, сондай-ақ ділмашылар һәмде саудагерлер диаспорларынан дала дипломатлары сыпатында пайдалануды өз ішіне алатұғын еді. Оның сыртқы саясаты соннан келіп шықты. Дала күшлері қалалар һәмде патшалықларға өз машқалаларын өзлері шешуден көре тезірек һәм арзанырақ шешім табуға жәрдем берген уақытта ең жоғары бақасына ие болады. Кавказ бағдары Түркі-Византия жақынласуының шаңы һәм сол уақытта қағанлықтың үлкен империя жәнжеліне араласуының ең жарқын эпизодына айланды. Рим мемлекеті һәмде сасанилер Иран арасындағы хәлсіретуші ұрыс фонында Туньябғу император Ираклий тарепін алды. Бұған себеп екі тарептің мәплері сәйкес келді. Византиялыларға Кавказарды таяныш нұхатын сіңдіру үшін Иранның арқасындағы күшлі ауқамлас керек еді. Қағанлық болса каруанлар һәмде елшілерге Қара теңізге турдан-туры жол ашып, парсылардың Кавказ дарвазалары үстінен қадағалауын хәлсіретпекші еді. Ауқам елшілер алмасуы, сауғалар һәмде византиялы авторлардың атап өтуінше сол дәуірде тек қана шаңырақлық емес, ал халықаралық келісім тілі болып қызмет еткен рәмзи неке шартнамалары менен бекемленді. Қағанның шадларынан болған туысқан басшылығындағы түрк әскерлері Дарбанттың тар жолы арқалы өтіп, Иранның әскери һәмде саяси жәрдеміне сүйенетұғын Иберия пайтақты Тбилиси босағасында тоқтады. Дала әскерлері үшін қамал даладағы маневрге қарағанда кемірек әдеттегідей болса да, Ираклий менен ауқам харекетшең атлылар зәрбесі һәмде камал машиналары һәмде римліклердің инженерлік тәжірибесінен пайдалануды бірлестіруге мүмкіншілік берді. 627-628 жыллардағы жүріс қаланың құлауменен жұмақланды. Бұнан кейін тәсір шығыс Кавказ артына жайылды. Жергілікті үкімдарлардың бір бөлегі қаған қауындерлігіне өтті. Басқа бөлегі ауқамның төлеуге ұқпылы шеткі аймағына айланды. Бұның әмелі нәтижесі бажыларды қайта бөлістіру, асулар арқалы каруанларды өткеруді кепіллеу, сондай-ақ Кавказ сарайларында түрк уәкілерінің рөлін күшейту болды. Кавказ харекеті қағанлықтың тек қорқыныш факторы емес, ал тәртіп факторы да бола алатығынын көрсетті. Соның үшін сауда қалалары жан тәніменен хақы төлейді еді, себебі тәртібізінен пайда келетұғын еді. Тоқарстан бағдары күшлердің басқаша дүзілісіне текарланған болса да, осындай уазипаны шешті. Окс дариясының құбыласындағы Пост-Ефтали һәмде буддист Иран-Забан князьліклерді түркі үкімдарлық шеңберінде сақлап қалу. Ефтали мемлекетлері құлау ақыбетінде бұл аймақта Бактрия һәмде Каписадан Бамиян һәмде Зебулистанға шекем созылған мүліклерден Жамақ аймағы пайда болды. Бұл жерде хакимият жергілікті династиялардың абырайына, экономика болса
өнерменшілік хамде транзитке сүйенетұғын еді. Тун ябғу бұл аймаққа басқару системасын енгізіп, ол жерде ябғу дәрежесіндегі династия ағзасын тайынлады. Бұл амелде вице-хүкімдар болып, оның низамлығы түрки әскери қолап қуатлау хамде жергілікті тәртіп қағидаларға хүрмет пенен үйлескен еді. Тоғарстан ябғусы Окс дариясының жоғарғы ағымын, Хиндикуш асуларын хамде Хинд ярым атауында жолларды қадағалайтұғын еді. Бұл арқалы кезлемелер, татымлар, қымбат бақалы таслар хамде Будда естеліктері өтетұғын, каруан жолларының бір бөлегін басқаратұғын еді. Қағалық үшін бұл теңіз артындағы таяншы емес, ал өз экономикасының дауамы еді. Бұл жерден Хиндистанға ат хамде металл жеткеріп беретұғын, өнерменділер хамде рақыплер, саудагерлер менен бірге харекет ететұғын, түрк әскерлері хамде дружиншілер, елшілер хамде сауда каруанларына жолдаслық ететұғын еді. Араласу зарur жерлерде сыналған ұсынылар қолданылды. Бірнеше мың атлы әскерлі тез жазалау жүріслері, князьлер арасындағы жәнжелерде төрешілік, әділетсіз салық жинаушыны хесап кітапты біретұғын хамде базар менен келсе алатұғын тудуын менен алмастыру. Нәтижеде аймақта түркілер жоғары хакимияты беккемленді. Жергілікті тәртіптер бүткілей бұзылмады. Осының есабынан қағанлық тұрақлы дарамат хамде құбылада стратегиялық тереңлікке ерісті. Шығыста Тарим ойпаты оазислерінде тикарға қарсылас жеке мемлекет емес, ал жібек жолларының бәсекі орталығының өзі еді. Бұл жерде қаланы басбалу емес, ал онда қағанның көзі хам қолы болған сенімлі тудунды жайластыру ахметлі еді. Ол бажыларды қадағалайды, қауіпсіздікті тәминлейді хам елшілерді қабыл етеді. Өз династиялары хүкімдарлық еткен Турфан хамде Гаучанда қаған турыдан туры мүсәдіре қылудан көре сияси ғарисізлік ұсылын мақұл көрді. Яғни, ауқамласлық некелер, біргеліктегі каруанлар және де қауіп қатер дәуірінде түрки әскерлердің жайластырылуы һәм қағанның көрсетпелі сапарлары. Бұнда Қытайдан келген елшілер, соғыт саудагерлері хамде далақ сүйеклері бір мәресімде ұшырасатұғын еді. Бұндай қостырнақ ішіндегі жұмсақ хакімият екі түрлі нәтиже берер еді. Біріншісі ол ұрыс қарежетлерін азайтар еді. Қалалардың өзлері түрк жолларының қауіпсізлігінен мәптар еді. Яғни екіншісі ол шығыс оазислерді тек қана хүжетлер арқалы емес, ал адамлар арқалыда қағанлықтың орайлық көшелері менен байланыстырар еді. Яғни тудунлар хамде тілмашлар қала тұрмысының ажыралмас бөлігіне айланып, сол уақытта қаған қараргағының уәкілдері болып қалар еді. Шығыс түрклері хамде Қытай хүкімдарлары менен қатынасқылар кескінлескен дәуірлерде бұл тармақ қағанлыққа шексіз қамаллардан қашып, тикарға сауда жолларын қадағалауда ұсылап тұру имканиятын беретұғын еді. Тун ябғудың әскери техникасы даланың артықмашлықлары хамде қоңыслардың сабақларына тикарланған еді. Соққы күші бір күнде Аурпияда әскерден көре көбірек аралықты басып өте алатұғын атлы әскер сауаш орны хамде уақытын таңлауда еркінлік беретұғын еді. Садақлы жеңіл атлылар дұшпанның байланыс жолларын бұзып, оны бос жерлерге алып кететұғын еді. Ауыр дружиналар хамде сайлап алынған жүзліклер болса, шешуші сауашта жұмысты жумақлайтұғын емаса, қамал уақытында хүжім позицияларын ұсылап тұратұғын еді. Требушетлер, таранлар хамде мініралар зарур болғанда, ауқамлас инженерлер хамде қалалардан келген өнерменділер тартылатұғын еді. Тбилиси жанындағы қамаллар хамде Кавказ артындағы бір қатар бекінсілердің Рамея тарепіндегі қанегелер менен тығыз бір естесуде өткерілгені бекарға емес еді. Барлау саудагерлер хамде досласқан сарайлар арқалы тәмеленетұғын еді. Олар бақалар, запаслар хамде кейпиятлар хақында алдын ала хабар беретұғын еді. Таминат системасы көшпелі жолларға тикарланған еді. Әскер тайырланған мәнсілер, ауыл қорлары хамде реквизициялар есабынан жасайтұғын еді. Ал жорықлардың тикарға бұрылыслары болса, дұшпан лайемасы ыссы себеплі әзі болған мәусімлерге режелестірілетұғын еді. Әскер ішінде тәртіп мәресім хамде мәп үйлесімінде сақланар еді. Жорықларда қатнасы олжадан үлес, атақ көтерілуі хам ең ахметлісі қосық естелігінен орын беретұғын еді. Ал табыслы шабылыслардан
болған соң жаппай бөлістірілулер жеке ерлікті жәмиеттік садақлыққа айландырар еді. Қағанлықтың дипломатиялық системасы әскери системадан кем технологиялық емес еді. Елшіліктер сауғалар тізіміменен тәмейленетұғын еді. Онда әрбір зат сияси мәніге ие еді. Жіпек мәртебені тән алу, құрал-жарақ бірге ұрысқа таярлық белгісі, атлар жылдамлық уәдесі, сирек ұшырасатұғын терлер хамде өнерменшілік бұйымлары, сауда үйлері хошкеуілігінің белгісі. Соғды аудармашылары хамде хаткерлері аузекі келісімлерді Константинополь, Ктесифон хамде қоңсы түркі үкімдарлар қарарғақларында түсініклі болған хатларға айландыратұғын еді. Олар фон қатнасқыларында қоллап қуатлайтұғын еді. Байрамлар менен құтлықлаулар, тәзие хатлары, жол ахуалы хақындағы мағлуматларды алмасу ұсылар қатарында. Деректерді жиі тілге алынатұғын неке аухамлары ерсілген келісімлерді беккемлейтұғын еді. Олар романтикаға емес, логистикаға қызмет ететұғын еді. Туысқанлық байланыстары пайдалы шартлерді ұзақ мүддетлі ететұғын еді. Греу системасы көріністі толтырар еді. Ақсүйекілерін оларын қаған емаса аухамлас патша сарайында тәрбиялау бір уақыттың өзінде һәм мектеп, һәм тосаттан сатқынлықтан қамсызландыру вазипасын атқарар еді. Ақырында табыстың артқы тарепінде көру ахметлі. Кавказ жүрісі даңқ хамде табыс келтірді. Бірақ жергілікті ақсүйектер хамде аухамласлар арасында бір қатар міннетлемелерді де жүзеге шығарды. Тоқарыстан құбла шекаралары беккемленді. Бірақ абырайлы орынбасар хамде төрелік үшін күшлердің тұрақлы қатынасуларын талап етті. Шығыс оазислер бажы төледі. Бірақ қоңсылар менен нәзік тең салмақлылықты талап етті. Себебі олардың мәплері де сол жоллардан өтетұғын еді. Туньябғу қарарлар дармағын жеке басқарар еген конфедерация тәртіптен пайда көретұғын еді. Олардың хәлсіреуіменен сол мінетлемелер кескінлік ноқатларына айланар еді. Аухамласлар сауғаларды, қалалар қорғауды, орынбасарлар уәкілдіктерді тастиқлауды күтер еді. Соның үшін оның хүкімдарлығы дәуіріндегі әскери һәмде дипломатиялық жетіскенліктерді бір мәртелік қаһармандықтар сипатында емес, ал атлы әскерлер, саудагерлер, тілмаш һәмде орынбасарлар бір бағдарда істеген пұхта система сипатында түсіну керек. Бұл система Туньябғудың тек арғы мирасына айланды. Ол дала күшінің тек қана алып қоймай, ал байланыстырылуы, қалалар, базарлар һәмде патшалықлардың байланыстыруы, жолды хакимият дерегіне айландыру мүмкін екенлігін және бір мәрте көрсетіп берді. Ол дүниядан өткеннен соң жоллар бірден басқаша тілде сөйлей басылады. Бажыханалар тартысты, аухамласлар сауға күтті, бәсекелестер бір-біріменен жарысты. Долу һәм Нушиби арасындағы келіспеушіліктер соны көрсетті. Тең салмақлылық тек атақларға ғана емес, ал оларды шеберлік менен басқара алатұғын адамға да байланысты екен. Солай болса да Туньябғудың ізі қала һәм дала үрп әдетлерінде, каруансарайлардың тынышлығында, қыслаулардың тәртібінде сақланып қалды. Әрбір тамға, белгіленген әрбір баға, қауіпсіз өтілген әрбір өткел, бұлардың һәммесі оның дәуірінде іслеп шығылған қағидалар. Оның дәуірінде көшпелілер даңқы тәртіп інтізам валютасына айланды. Каруанлар ең қысқа жолды ізлер екен. Туньябғу аты тарихшылар, экономистлер һәм дүниялар арасындағы көпір құрып атырғанлар арасында және тілге алынбақта. Бүгінше осылар. Видео сізге мақұл келген болса, бізге әлбетте лайк басың, қолап қуатлаң һәмде комментарий жазуды да ұмытпаң. Кейінгі дәуірлерде көріскенше саламат болың.